Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мақал-мәтелдер, яғни оның ішінде ас адамның арқауы. Олай болса, бүгінгі тақырыбымызды асқа арнаумақпыз. Қазақ халқы асқа, тағамға үлкен мән берген. Халқымыз кәделі әрі орны бөлек тағамдарын ет пен сүттен жасаған. Ұлттық тағамдарды ерекше дәмді даярлауды өнер деп бағалаған. Олай болса, құрметті тыңдаушылар, асқа байланысты мақал-мәтелдерге қысқаша шолу жасайық. Ат адамның қанаты, ас адамның қуаты. Яғни мағынасы, қазақ халқы қашанда дастархандағы асының